Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады: "Лейса шейун юқаррибукум илал жанна илля қад амартукум бих." Бейішке сілерді жақындата тұрған амалдардың бардығы мен сілерге бұйрық қылып қойғым. Бейішке жақындата тұрған бір дағы амал иш қалған емес, пайғамбар саллаллаху алейхи бізге жеткізбеген. Пайғамбардың әрбір бұйрығы бейішке жеткізе тұрған нәрсе екен. Валайса шейун юқаррибукум илан нар илля қад нахайтукум ан. Ал эми тозоққа жеткізе тұрған, тозоққа жақындата тұрған әрбір жаман нәрседе мен сілерді тыйып қойғым дейді. Мында шыққанда пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның әрбір бұйрығы бұл жақсылық екен. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның әрбір тыйысы, егер біз адан тыйылбасақ, ал жамандық екен. Әрбір бұйрығы бейішке жақындата тұрған болса, әрбір тыйысы тозоқтан алыстатады екен біз. Әрбір бұйрығын атқарбаудан бейіштен алыстаған болсақ, әрбір тыйысынан тыйылбасақ, тозоққа жақындаған болады екенбіз. Андан кейін айтып отыр: Жибрил маға айтты дейді, вахи қылып, Аллах тағаламнан келген хабарды. Жүрегім айтты дейді. Эмне деп? Инна нафсан лан тамут хатта тастакмила ризқаха. Еш уақытта жан, әрбір жан ырысқызын толықтамайынша өлбейді. Аллах тағалам сенің бешенеңе ырысқы жазып қойды, ошол ырысқыны жеп бітмейінше сен өлбейсің деген сөз туғандар. Ошон үчүн бешенеңе жазған ырысқыны жейсің болды. Ошон үчүн сен кедейликтен қорықпа келечекке. Кедейликтен қорқып, азыр буттан тұрып алайын, иштеп алайын, анан намаз окуйм деп отуруп, канча деген адамдар өлүп кетти. Аллах тағалам болгон жаман ой. Аллах тағалам балки биздин ырыскыбызды кепилдик алган. Ал эми бейишке кирүүбүздү кепилдик алган эмес. Бейишке кирүүнү биздин амалыбызга таштаган. Жакшылык менен келсеңер жакшылык, жамандык менен келсеңер жамандык. Ал эми ырыскылыгы себебин аткарсаң, бешенеңе жазган ырыскыны көрө бересиң. Бирок ырыскы табам деп Аллах тағалам буйруган буйруктарды таштап коюп, анан ырыскын чогултуп алайын, анан намаз окуйм деген бул туура эмес түшүнүк. Эмне дейт? Эч убакта жан өлбөйт, ырыскысын жеп бүтмөйүнчө. Ошондуктан эмне кылыш керек? Фаттакуллох, Аллахтан корккула. Ушу ырыскы деп отуруп, таквалыктан тайып, Кудайдын буйругунан тайып кетпегиле. Ва ажмилу фит талаб. Сураңгыла, Аллах таалабынан сурагыла. Ва ла яхмиланнакум истибтау ризq ан татлубу бимаасилла. Ошол ырыскыны издейм деп силерге ошол күнөө менен алек болуп кетпегиле. Ырыскыны күнөө менен алып кетпегиле. Кээ бир адамдар сабыр кыла албай, эми мындай кыла берсек жашоо жок болуп калат го, анан мындай кылсаң иштей албайм го деп арам нерсе менен ырыскы тапкандар бар. Ошол арамдан тыйылган болсо, ошол бешенесине жазылган адал ырыскы эле келмек. Бирок ошо шашып Аллах тааламдын ырыскысына жаман ойдо болуп, жетпей кала тургандай болуп, келе турган эле ырыскыны адал эле жол менен келет эле, бирок сабыр кылса арам жол менен алып алат. Эми караңыздар, сөздүн аягында хадистин аягында дейт? Фа инналлоха таала ла юдраку ма индаху илля би таати. Аллах тааламдын алдындагы жакшылыктарга тек гана Кудай тааламга баш ийүү менен гана жетет дейт. Ким ийгиликке жетейин, ийгиликтүү адам болоюн, телегим тегиз болсун, кыялданган, ойлогон максаттарыңа жетем десең, албетте муну билесиң, мунун баары Кудай тааламдын алдында. Эми ушуну кандай жол менен жетем деп сурай берсең, кыска эле сөз: ла юдраку ма индаху илля би таати. Ал нерсеге сен Кудай тааламга баш ийүү менен гана жетесиң. Ибадаттарды, Аллах таалам буйруган буйруктарды аткаруу менен, Аллах таалам менен мамилеңди туура түзүү менен ушул ийгиликтерге жетесиң. Бирок жогоруда айткандай, кээ бир адамдар байлыкка, бийликке жетип алган, бирок бул Аллах таалам жакшы көрүп калды деген сөз эмес. Аллах таалам байлыкты жакшы көргөнүнө да, жаман көргөнүнө да бере берет. Бирок солих амалды, ыйманды Аллах таалам жакшы көргөн пендесине берет. Жакшы көргөн пендеси деген ушул адам аракет кылып, Кудай тааламдын ыраазылыгына жетейин деген аракет кылган адам болсо, Аллах таалам жеңилдетет. Сооп амалды да, ибадаттарды да. Ал эми байлыкта тараза жок. Тараза хадисте айткандай, чиркейдин каманатындай салмак болгондо капырларга бир татым суу бермек эмес дейт. Ошон үчүн бул нерсе тараза эмес. Жогоруда айткандай, кимге байлык берген болсом, аны мен жакшы көрүп калдым эмес, кимге мен кедейликти берип койгон болсом, аны жаман көрүп калдым эмес деп атпайбы? Бул тараза эмес байлык. Балким тараза инна акрамакум индаллахи аткакум. Силердин араңарда Кудайга эң жакканыңар, урматтууңар бул такваңар. Таква деген ошол Аллах таалам буйруктарын аткарган, тыйгандарынан тыйылган адам.